Биылғы әскери парадта Алматы қаласындағы құрлық әскерлерінің әскери институты мен радио байланыс және әскери инженерлік институтының курсанттарынан құралған есеп топтар бар. Жауапкершілік жүгін арқалаған жас өрендеріміз қан майданда ерен ерлік көрсеткен батыр бабаларының жолын жалғайтын лайықты ізбасарлары бар екенін көрсетпек. Парадтық есеп топ. 8 сәуірден бастап батальон жеке құрамы осы Астана қаласындағы далалық лагерьге келіп орналастық. Бүкіл жеке құрамның өмір сүруіне бүкіл жағдай жасалған, жақсы орналасып, қазіргі таңда таңертең 6:30-да ұйқыдан тұрып, жеке құрам содан кейін жуыну, жатын орындарын жөндеу жұмыстарымен айналысып, әрі қарай таңғы асқа барады. Таңғы астан кейін қару-жарақтарды алып, жеке құрамды сапқа тұрғызып, осы жаттығуды сағат 9-дан 12:30-ға дейін, түске дейін жаттығу жұмыстары басталады. Түскі уақытта жеке құрам түскі тамағын ішіп болған соң, ол 1 сағат уақыт демалысқа беріледі. Содан кейін қайта қару-жарағын алып, сағат 16:00-ден кешкі 18:30-ға дейінгі қайта дайындық жұмыстарын жалғастырамыз. Әскери шеруде радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанттары өздерінің жоғарғы әскери дайындығын паш етеді. Әр қадамдары үйлесімді, әрбір қозғалыстары сенімділікке толы бозбалалардың жүзінен жалындаған рух пен отан алдындағы жауапкершіліктің үлкен салмағын жете сезіну байқалады. Ерекше іріктеуден өткен 160 курсанттың 150-і есеп топ қатарында, ал 10 курсант қосалқы құрам ретінде келген. Парадқа қатысу мен үшін үлкен бақыт, абырой. Қобалжу бар әрине. Өзіміздің арамызда қобалжып қалай өтеміз, қалай болады екен деген сұрақтар туындайды. Және де біз оны жеңуге тырысамыз. Ата-аналарымызбен күнде сөйлесіп, звондап, бейне қоңыраумен сөйлесеміз. Жауынгерский, күндер айды қарағым, өткізген шықпас есен, өлдіреген жандарың. Біз құрлық әскерлік әскери институтының курсанттары 2025 жылдың 11 сәуірі күні Алматы қаласынан Астана қаласына Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына арналған әскери парадқа дайындыққа келдік. Дайындалу барысы біздің 2024 жылдың желтоқсан айынан басталды. Және де курсанттарымыз дене дайындығын саптық даярлық тапсырып, осы ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған әскери парадқа ең үздіктері іріктеліп, осы Астана қаласына келдік. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы институттың курсанттары әскери парадтағы салтанатты шеруде тәртіптілігімен, жауапкершілігімен және патриоттық рухымен ерекшеленуді көздейді. Бұл жастар өз болашағын отан қорғаумен байланыстырып, еліміздің қарулы күштерінің жоғарғы дайындықтағы мамандары болуға дайын. Олардың әр қадамы ұлы жеңіс үшін күрескен батырлардың рухын жаңғыртары анық. Оқу орнының үздік деп танылған 150 курсанты шеруде тек өздерінің әскери біліміне сенім артып, кәсіби шеберліктерін көрсетіп қана қоймай, жеңіс үшін қасық қаны қалғанша күрескен ардагерлердің ерліктерін ұлықтап, олардың ел үшін жасаған қызметін ұмытпай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге зор міндет арқалайды. Мен Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтының 2-ші курс курсанты Саветов Диар Ерболович. Қарағанды қаласы Шет ауданының тумасымын. Қазіргі таңда осы ұлы жеңістің 80 жыл мерейтойына байланысты Астана қаласында парадқа дайындық үстіндеміз. Парад бұл мемлекетіміз үшін және Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне өте маңызды іс-шара болып табылады. Бүгінгі күн ертеңгі тарих демекші, қазір осы плацта шағын бәріне мақтан тұтам, бұл мен үшін абырой.